Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, бүгін біз ұбт-да кездесетін 200 есепті талқылайтын боламыз. 6-шы есебіміз бізде теңдеу. Көріп тұрғандарыңыздай бізде күрделі теңдеу берілген. Бірақ теңдеу қарап тұрсақ екі бөліктен тұрады. Міне жақшаның іші және логарифмнен тұрады. Енді бұл теңдеу нөлге тең болғандықтан мен әрқайсысын жеке-жеке нөлге теңестіріп аламын. Яғни 7-нің x квадрат минус 2 дәрежесі минус 49 тең 0 деймін де, осы есепті мысалы бөлек шығарам. Так, 7-нің x квадрат минус 2 дәрежесі тең 49. 49 дегеніміз бізде 7-нің квадраты, яғни жетілерді қысқартып дәрежелерді теңестірсем, мынау 2-ге тең. Сонда x квадратымыз бізде минус 2 мына бетке барады да қосылып 4 болады. X-іміз тең плюс минус 2-ге. Міне, осы жауап шықты. Енді оң жағында логарифм 2 негізді x квадрат минус 4x қосылған 4-ті де 0-ге теңестіретін болсақ, не болады? Бізде қарайық. Логарифмнің ішінде қандай сан болса бізде 0-ге тең болады. Ол логарифмнің ішінде 1 болу керек. Сондықтан мен логарифм үшін x квадрат минус 4x қосылған 4-ті 1-ге теңестіріп алам. Енді қарайық. X квадрат минус 4x. Мынау плюс 1 мына бетке өткізетін болсам, плюс 3 болады. Азайтылып 4-тен 3 болады. И осы жерде бізде 2 жауап шығады. Тез шығарайық. Бұл жерде жауаптары бізде 1 мен 3 болады. 1 мен 3. Енді қараңыздар. Бізде былай қарап отырса жауап түсінікті деп ойлаймын. Минус 2 бар, плюс 2 бар, 1 бар, 3 бар. Барлығы С нұсқасын көріп тұру мүмкін. Алайда бізде бір қызықты дүние. 2 деген бұл жерде жауапқа кірмейді. Не себепті? Себебі логарифмнің ішіне мұнда 2-ні қоятын болсам, менде не болып кетеді? 0 деген мән шығып кетеді. Ал бізде логарифмнің ішінде 0 тұруға болмайды. Сондықтан мен жерде 2 деген вариантты қабылдай алмаймын. 2 деген бізде Б вариантында да, Д вариантында да бар. Тек А нұсқасында жоқ екен. Сондықтан жауабы А варианты болады. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Бұндай есептерден қателесіп кетпейміз. Лайк пен комментарий жаз.